Hello kids, welcome to online English lesson. In this lesson you will learn about the phrasal verbs. Бүгінгі сабақта фразалық етістіктер жайлы үйренетін боламыз. Жалпы ағылшын тілінде негізгі етістіктен және қосымша демеуліктен құралатын фразалық етістіктер деген ұғым бар. Бұлардың ерекшелігі негізгі етістік және preposition немесе adverb қосылып, екеуі мүлдем басқа мағынаны беруі мүмкін. Мысалы, broke down, look after, put up with. Фразалық етістіктер ауызекі сөйлеу тілінде және бейресми тілдерде көбінесе қолданылады. Және фразалық етістіктерге қатысты тағы бір ерекшелік, олардың мағынасын бірден анықтай алу кейде қиындық тудыруы мүмкін. Мәселен, take in деген фразалық етістіктің өзі 20-ға жуық мағынаны білдіреді. Құрылымына келетін болсақ, verb plus preposition және adverb. Verb plus preposition stand up. Verb plus adverb sit down. Сонымен қатар фразалық етістіктер кейде тура мағынаны беруі мүмкін. Stand up және sit down мысалдары секілді. Кейде ауыспалы мағынаны да беруі мүмкін. Және де фразалық етістіктерде біз object қоюымызға болады. Бұл жағдайда objectті негізгі етістік және стеудің немесе preposition ортасына қойға болады. Put your books away. Put your books away, put away your books. Екі жағдайда да сөйлем дұрыс болып саналады. Ал егер есімдік келген жағдайда оны міндетті түрде негізгі етістікпен демеуліктің ортасына қоямыз. Мысалы, put them away. Put away them немесе put away it деп айту қате болып саналады. So clean that up міндетті түрде негізгі етістікпен демеуліктің ортасына қойылады. Фразалық етістіктер айтып өткеніміздей тура мағынасында қолданылуы мүмкін. Мысалы, stand up тұру, put away деген сияқты. Ал ауыспалы мағынада ол негізгі етістіктің мағынасынан мүлдем бөлек мағынаны беруі мүмкін. Мәселен, make up. Make up фразалық етістігіндегі make жасау және up жоғары екі сөз қосылып make up, forgiving each other, яғни бір-бірін кешіру деген мағынада қолданылып тұр. I wanted to make up with my friend after our fight. Сонымен қатар бір фразалық етістік кейде тура мағынада, кейде ауыспалы мағынада қолданылуы мүмкін. He looked up in the sky. Яғни қарау. He looked up in the sky. Ауыспалы мағынада дәл осы етістік. He looked up the word in his dictionary. So that's it for today. Thank you for your attention. Good luck.